Мен 14-ке толған жылы үлкен әпкем 24-ке келген еді. Біздің ауылдан онша қашық емес, тау бөктеріндегі шағын ғана қалашықта күйеуі екеуі көп қабатты үйлердің бірінде тұрып жатты. Оқу жылы аяқталған соң әке-шешем қолыма бір дорбаны ұстатты да әпкемнің қалын біліп келуге қалаға жіберді. Ауыр дорбамды арқалап әпкем тұратын қалашыққа келдім. 5 қабатты тұрғын үйдің 4-ші қабатына мықшыңдап жаяу көтерілдім. Есікті әпкемнің өзі ашты. «Ой, Макош, ішке кір» деп қуанып, құшағына алып, кепкамды көтеріп бетімнен сүйді. «Уф, шаршадым» деп бойдам шығып терлеп, алқынып ішке кірдім де дорбаны есіктің тұсына қарай тастай салдым. Дорбаға қараған әпкем: «Мынау не?» деп көздері алақандай болды. «Ет, семіз малдың еті» дедім аяқ киімімді шешіп жатып. «Келетініңді ертерек айтпадың ба? Өзім күтіп алатын едім ғой» деп сөйледі әпкем дорбаны алып ас үйге өтіп жатып. Мен кіре беріс дәліздегі креслоға сылқ ете қалдым. Әлгінде басымдағы кепкамды шешкім келген, бірақ кеше ғана жіптіктей теріп қара қаламмен бояп қойған қасымды әпкем көріп қояма деп кепкамды көзіме түсіріп бастырмалай бердім. Әпкем шайға шақырды. Мен ас үйге сөйлей кірдім. Мамам айтады: «Дорбадағы етті сол күйі тоңазытқышқа сала салмай, аздап балконға шығарып дегдітіп алсын. Жел қаққан еттің дәмі кіреді, сүрленеді, сорпа суың да құнар болады» деді. Сөйтіп етті тұздаудың қажеті жоқ. Кеше әкем етті сарымсаққа әбден бұқтырып тұздап қойған дедім. Шай қамдап жатқан әпкем маған қарап: «Тұра, мамам секілді көсемсіп сөйлейсің» деп күлді. Күлсе де жүзі сынық сияқты еді. Жаңа байқағаным, көз алды көлкілдеп ісіп кетіпті. Онысын білдірмеген боп жанарын төменшіктете берді. «Несіне әуре болдыңдар? Ет жоқ емес қой. Оның үстіне біз» деп аз күмілжіп қалды да «Бәрін қойшы, ауылда не жаңалық» деді. Мираштың ұзын сирақ баласы үйленді. Ақыры салтанатты жылатып, басқа ауылдың шоң мұрын, шойынқара қызын жарғып алды. Салтанат өлем деп өзенге жүгірген бе? Құдайым-ай, обал жасаған екен. Ол қызды қайдан тапқан? Деп әпкемнің көзі бақырайып. Шешесі тауып беріпті. Салтанаттың әкесін мүгедек, теңіміз емес деп менсінбеген көрінеді. Салтанат жазғанға қиын болған екен. «Былтыр ғой тойым болады, тойыма шақырамын» деп жүреді, деді әпкем күрсініп. Мен ауылдың жаңалығын әрмен қарай жалғастырдым. Кластасың Гүлзат бір баласымен күйеуден қайтып келіп отыр. Сайлауы ба Гүлзат па? Дәл өзі күйеуі Нойыс екен. Ұрған ба, бірақ ауылдағылар бар кінә Гүлзаттың өзінен дейді. Кеш болса баласын көтеріп үй аралап қаңғып кете береді екен. Шаруаға келгенде олақ көрінеді. Адамдар қызық. Құдай бала берсе де ажырасамыз дейді. Ертең баланы әкесіз қалай өсірем деп ойлайды екен, деген әпкемнің екі қасының арасындағы сызық тереңдеп құлазып қалды. «Өй, ажырастым деп жүрген Гүлзат жоқ». Бұтына қысқа шорти киіп алып, жырқ етіп, мәз деп сықылықтай күліп отырем. Әпкем дастарханның шетін тырналап, танауы қусырланып, жүзі алабұртып, біресе тіке қарап, біресе жанарын алып қашырып қыбыжып отыр. Макоштай, біз серік жезден екеуміз жақында ажырасамыз» деді. Қарап отырмай ішіп отырған шайыма шашалып қалып жаздадым. «Не дейсің?» деппін әпкемнің бетіне қарап аңырап. «Әзірге үйдегілерге айтпай-ақ қой, өзің де білесің, әкемнің жүрегі». «Жындысыңдар ма не?» «Жоқ, не үшін ажырасайын деп жатсыңдар?» «Сондай шешімге келдік. Бұл шешім серік екеуміз үшін де жақсы. Бір-бірімізді қинап қайтеміз. Үйленгенімізге 5 жылдан асты.
әлі сәби сүймедік деген әпкем кенет дастарханның үстіндегі ып-ыстық күлшені жапырақ қылып қолымен үзе бастады. Өзінше бейғам түр жасайды. Сол үшін ғана ма? Сол үшін ғана ма деген нес? Баласыз өмірдің не мәні болушы еді? Кейде адамдар баласыз да өмір сүріп жатады емес пе? Баласыз Европада өмір сүруге болады. Біздің елде баласыз өмір сүру қылмыспен тең деді әпкем. Сонда да адамдар, не адамдар? Сен өзі отбасылық өмір жайлы не білуші едің? Бар жоғы 14-те ғана емессің бе? Деп әпкем сөзімнің соңын тыңдамай жекіп тастады. 14-те болсам не бопты? Әпкем орнынан тұрып, залға өтіп, магнитоланы қосты. Катя Лельдің «Так и быть, не смогу тебе забыть» деген мұңлы да баяу әуені шырқалып жатты. Бұл әуенді әпкем мен келмей тұрып та бірнеше мәрте тыңдаған сияқты. Ән әлденеше рет қайталана берді. Мен әпкемнің соңында жүрмін. Балаларың жоқ болса, бала асырап алсаңдаршы, дедім дауыстап. Әпкем музыка әуеніне елтіп көзін жұмып, ақырын ырғалып билей бастады. Біреудің баласы біреуге бала болушы ма еді? Неге болмайды? Болады. Өзіңнен тумай ұл болмас деген әпкем сүйрік саусақтарын майыстырып ырғала берді. Мен дәліздегі креслоға келіп жайғастым. Басымдағы кепкамды шешіп, тершіген маңдайымды сүрттім. Залда билеп жүрген әпкеме қараймын. Адам ажырасайын деп отырып па, осылай билей ме екен деп ойладым. Әпке музыканы сөндірді де ас үйге өтіп суып қалған шайын ұрттады. Сосын қыстығып отырып жылап жіберді. Жылаудың соңы өксікке ұласты. Мен әпкемді құшақтағым келді, бірақ құшақтай алмадым. Бір түрлі қысылдым. Оның бүкіл денесі көтеріліп, басылып, ентігіп жылай берді. Мен өзімді мүгедек сияқты сезінемін. Ана болып сәби сүймеген соң, әйелдің сұлу тәнінде де не қасиет бар. Ішпеген дәрім, бармаған дәрігерім қалмады. Қу құрсағыма бала бітпей семіп қалған секілдімін. Құдайым-ай, Құдай жезөкшенің де құрсағына қан үйітіп сәби жасайсың. Ал олар оны қоқысқа лақтырады. Мен байғұсты бір тырнаққа зар етіп қойдың ғой. Қу Құдай-ай деп көкірегі қарс айырылып, Құдайды жазғыра жамандады. Әпкем көз жасын сүртіп, шашын босатып, екі шекесін сығымдап отырды да, кешке үйге енем келді. Мені бұрыннан жақтырмайтын, балаң жоқ деп күстаналаудан шығады. Серікке ажырасыңдар депті. Жездем не деді? Не десін? Ештеңе. Ең ауыры да сол, ештеңе демеуі. Соңғы күндері үйге ішіп келуді шығарды. Әпкем өксігін басып графиннен су құйып ішті. Сосын ваннаға кіріп беті қолын жуды. Мен әпкемнің соңынан бір елі қалмаймын. Кенет әпкем басын көтеріп, ваннадағы айнадан есікке сүйеніп тұрған маған тесіле қарады да, ішегін тартып, андағы түрің не деп айқайлап жіберді. Түріме не бопты? Қасыңды жұлып тастағансың ба? Кім рұқсат берді? Әпкем мені желкелеп айнаның алдына алып келді. Кластағы қыздардың бәрі қасын теріп жүр. Мен де тердім. Мамам рұқсат берді дедім шәңкілдеп. Әпкем желкемнен түйіп қалды. Орыстың жаман кемпірлері сияқты жіп-жіңішке етіп бояп алыпсың тағы. Жу андағы теріңді. Жезден көрсе сөйлейді деп кранды ағызып бетімді жуа бастады. Мен жұлқынып әпкемнің қолынан сытылып шығып кеттім. Әпкем соңымнан қуды. Бой жетіге асығып жүрсің ба? Үлгересің бәріне. Осы қасыңмен өзіңді әдемі болып тұрмын деп ойлайтын шығарсың. Түкке әдемі болып тұрған жоқсың. Ұсқыныңды қарашы. Өзіңнен адам шошиды. Тура боянып алған үйрекке ұқсап қалғансың, деп әпкем желкемнен тағы түйді. Менің намысым келді. Әсіресе соңғы сөзі, боянып алған үйрекке ұқсайсың дегені өтіп кетті. Неге маған ұрсасың? Неге бәрің жабылып маған ұрса бересіңдер? Әкем де шешем де ұрсады.
Сен де ұрсасың, мектептегі мұғалімдер де ұрсады. Мүмкін сендер мені асырап алған шығарсыңдар, деп қыстығып жылап жібердім. Әпкем маған бастан аяқ қарап шықты да, бетін басып күліп жіберді. Оның күлгенін көріп менің ызам келді. Қасыма келіп бетімнен сүймек болды. Мен әпкемнің кеудесінен итердім. Бәрің мені жек көресіңдер. Көрем, мен болмасам, етті саған кім таситынын, деп тағы да шәңк еттім. Әпкем мені құшағына алды. Ақмағым-ау, мен сенің қалай дүниеге келгеніңді білемін ғой. Сен дүниеге келгенде бірінші мен қуандым. Ей жарандар, мына маған қараңдар. Енді мен жалғыз емеспін. Енді менің сіңлім бар деп әндетіп көршілерді түгер аралап сүйінші сұрағанмын. Біз сені 10 жыл күттік. 10 жыл мамам менен кейін 10 жыл бойы бала көтермеді. Сен туылған соң біздің үйге бақыт келді. Соңынан 2 ініміз туылды. Сені бәріміз жақсы көреміз деп айғызданған бетімді жеңімен сүртіп, сол сәтте әпкем маған анам сияқтанып көрінді. Анам да мені жұбатқанда дәл осылай сөйлейді. Тіпті иісі де анамның иісіне ұқсайды. Әпкемнің анамнан аумай қалғанына таңдана қараймын. Бірақ әпкемнің анамнан айырмашылығы ол әлі ана болып көрген жоқ еді. Бірақ бойына анаға тән бар мейірімді айна қатесіз көшіріп алған. Қайдан көшіріп алған? Оған осынша анаға тән мейірімді кім үйреткен? Мен оның жауабын білмедім. Бірақ дәл сол мезетте менің санамда шарпысқан көп ойлардың ішінен Құдай неге осы дап-дайын анаға бір бала бере салмайды деген ой қалыптасып тұрған. Айтпақшы, жүр мен саған бірдеңе көрсетем деп әпкем мені жетелеп жатын бөлмесіне алып келді. Шифонерін ашып, ішінен етегі кестеленген су жаңа қызыл түсті шипон көйлекті шығарды. Қараш, ұнай ма саған? Иә, киіп көрші. Мен үстіме ілген шыт көйлегімді шешіп, іле шипон көйлекті киіп алдым. Тух, өзіңе құйып қойғандай екен. Ала ғой, саған сыйладым. Рахмет деп әпкеме деген ашуым тарқап, бетінен шөп еткіздім. Бүгін кешкі асқа қуырдақ жасайықшы. Дедім, қызыл көйлектің етегін делбелеңдетіп, еркелей сөйлеп. Әпкемнің өңі лезде қуқыл тартты. Сен бүгін кешкі автобустан қалмай ауылға қайта ғой. Неге? Мен 1:07-ге келдім ғой. Бір айтқанымды істеші, енді өтінем. Осы күнге дейін бетіңді қайтарған емеспін ғой, деп әпкем маған жалбарына қарады. Бір айтқанымды істеші, енді өтінем. Осы күнге дейін бетіңді қайтарған емеспін ғой, деп әпкем маған жалбарына қарады. Мен бұрын соңды әпкемнің маған бұлай жалбарына қараған жүзін көрмеген едім. Әпкем сыйлаған қызыл түсті шипон көйлекпен аялдамаға келдім. Адамдар неге ажырасады деп ойладым. Менің 14 жасар санамда ерлі зайыптылардың ажырасуы кешірілмес қылмыс еді. Жоқ, қылмыстан бұрын үлкен күнә. Олар күнә жасаудың аз-ақ алдында тұр. Ажырасатыны бар, әуел баста неге үйленеді? Бала болмаса не болыпты? Балалар үйінен бір жетімді асырап алда бақ. Болмаса күту керек. Мені де әке-шешем 10 жыл бойы күтті ғой. Енді шамалы шыдаса қайтеді екен? Оларды ажыратпау керек. Керісінше татуластыру керек. Олар бір-бір үшін жаралған. Алдыма келген автобусқа мінбей кері бұрылып, тіке әпкемнің үйіне қарай тартып отырдым. Автобус кетіп қалды. Үлгермедім дей салдым. Есіктен кіріп жатып. Әпкем көңілсіз қарсы алды. Және менің өтірік айтқанымды іші сезетін сияқты. Қазір жезден келеді. Кешкі асты әзірлеуім керек деп ас үйге қарай өтті. Мен әпкемнің соңынан ас үйге кірдім. Мүмкін ажыраспай-ақ қоярсыздар. Әпкем маған сыздана қарады. Бірақ үндемеді.
бейне бір бүгін сен үндемей-ақ қойсаң болар еді деп тұрғандай. Рас айтамын. Ажыраспаңыздаршы, жездем жақсы адам ғой. Ертең екеуің де өкініп қаларсыңдар. Рас айтам. Оған әйел табылады, ал саған күйеу табыла ма? Мені не басқа күйеу таба алмайды деп отырсың ба? Таба аласың, жездем де басқа ел таба алады. Бірақ екеуің екі жақта қайтадан бақытты боласыңдар ма? Шапшы аузыңды, Кәшмір. Енді сен қалып ек, маған ақыл үйретпеген. Сен өмірі жайлы не білесің өзі? Мұрныңның маңқаң ағып жүріп, деп әпкем басымнан нұқып қалды. Не ұрсасың, дедім төбе құйқам дуылдап. Ажырассаң кластасың Гүлзат сияқты боласың да қаласың. Елге күлкі. Жап аузыңды. Сен кімсің маған ақыл үйрететін? Мен сенің жаялығыңды жуған адаммын. Немене қасты тердім екен деп ақыл үйретуге жарап қалдым деп ойлап жүрсің ба? Бұл менің өмірім. Естимесің? Менің өмірім, араласушы болма. Орныңды біл. Бұл жолы әпкемнің үні тіптен өктем шықты. Тіпті жанары жасаурап, кеудесін ұрғылай сөйледі. Енді қарсы сөйлесем не өзі жылайды, не мені жылатып үйден қуып шығатынын білдім де, іштен түйіліп үндемей қалдым. Сонда да менің ешкім санаспайтын 14 жастағы ақыл есімде әпкемнің ойымен мүлде қабыспайтын, тіпті мәмілеге келмей тұғын өмірі жайлы өзімдік философиялық ой толғандырыстырып жүріп жатты. Әпкеме өкпелеген болып біраз уақыт балконға шығып тұмсырайып далаға қарап тұрдым. Әпкемнің ашуы тарқаған соң, Елдос көрінбейді ғой, Елдос қайда екен? Деп қарсы есіктегі көршінің баласын сұрастырдым. Ол 9-ды бітіріп, Алматыға оқуға кетті. Енді келмейді. Үйлері де Алматыға көшкелі жатыр деді. Мен аздап мұңайып қалдым. Жоқ, аздап емес, шын мұңайдым. Кеуде тұсым алғаш рет солқ ете қалғандай болды. Елдос менен бір жас үлкентін. Былтыр осы уақытта мені велигіне отырғызып, қалашықты қыдыртқан. Ауланың алдындағы орындықтың біріне отырғанымда жүрекшесі бар алқада сыйлаған. Бірақ онысын әпкем білмейді, мен айтқан жоқпын. Ол айтар болсам, жездем екеуі мені мазақ етіп күні бойы күлген болар еді. Мен ауланың маңайынан сол Елдостың қасыма келіп алқа сыйлайтын орындығын көзбен іздей бастадым. Әне тұр, жақтауы жасылмен сырланған орындық. Сол орындыққа есім сойымыздың алғашқы бас әрпін қосып таңбалағанбыз. Елдостың аспан түстес ойлы көздеріне тура қарай алмай, ерекше толқып, екі бетімнің алаулап кеткені де есімде. Таптым, мынау дәл сол орындық. Бірақ ол жерде басы кеудесіне түсіп, жездем отыр еді. Жезде, мынау серік жезде ғой. Далада серік жезде отыр. Жезде, деп балконнан айқайлап, жездеме қол бұлғадым. Жездем жалт қарап, бір көзін қысып, ол да маған қолын бұлғап, күлімсірегендей болды. Қолындағы шылымын орнаға қарай шертіп жіберіп, орнынан ақырын қозғалды. Алақай, жездем келе жатыр деп әпкеме жалт бұрылдым. Әпкем турап жатқан пиязды тастай салып, шашын ретке келтірді де залға қарай жүгірді. Музыканы қосып, бұл жолы Қызылқұмда ауылым, қыздар менің сауығым, өзіңменен ойнамай басылмайды дауылым. Қызылқұмда ауылым, қыздар мойнын сауығым, қыздар менің сауығым, өзіңменен ойнамай басылмайды дәуірім. Қызға жігіт құмарай, қызда мойнын бұрарай, көріп қойса шешесі сарт еткізіп ұрадай деген қазақтың ойнақы әнін шырқала жөнелді. Әпкем шыр көбелек айнала билей бастады. Есіктен жездем кірді. Жезде деп мойнына асылғым келбеді әлгінде. Енді кенеттен артқа шегіншектеп қысылып,
Қолын ғана алдым. Жездем бетімнен сүйіп, танауымды қысты. Әпкем билеп жездемнің алдынан шықты. Бейне бір түк болмағандай. Екеуі тату-тәтті отбасы сияқты. Жездем де аяқ киімін шешіп, залға билеп өтті. Мен аңтарылып қарап тұрдым. Екеуі де жынды деп ойладым. Екеуі де жарымес. Мүмкін бұлар мені әдейі алдап жүрген шығар. Мүмкін расымен де ажыраспайтын шығар. Кенет жездем балдыз билесеңші деп мені биге шақырып қасыма келді. Әпкем мәз-мәйрам сықылықтап күле береді. Макош жездеңмен билесейші деп ол да қолымнан сүйреп ортаға шығарды. Мен билемедім. Ортаға шығып алып екеуіне қалшиып қарап тұрдым да қойдым. Екеуі мені шырша секілді айнала қоршап билеп жүр. Дүниедегі ажырасу деген ұлы қылмыс болса, сол қылмысты бүркемелеп тұрған мына ессіз екі бейбаққа тағдырдың тағар өз айыбы, кесер өз үкімі бар еді. Бірақ екеуі сол бәз баяғынша билеп алғысы келгендей шыр көбелек айналады. Ызамның келгені сонша музыканы сөндіріп екеуін орындыққа отырғызып қойып ұрысқым келді. Тіпті ақыл айтқым келді. Кенет есіктің қоңырауы басылды. Жездем музыканы сөндірді де сыртқы есікті ашты. Орта жастағы әйел мен ер кісі ыңғайсыздана ішке енді. Ерлі зайыптылар сияқты. Жүздерінде әлде қалай уайымның табы білінеді. Бірақ оны білдірмейміз дегенде екеуі де аздап миық тартып қояды. Әпкем оларды күтіп қарсы алды. Танитын секілді. Жездем де жылы ұшырасып, амандасып жатыр. Кісілер залға қарай өтті. Осы кезде әпкем маған қарап далаға шығып ойнап кел деді. Ойнап кел деген нес? Мен саған кішкентай баламын ба? Ойнап кел деймін, деп әпкем сөзімнің көзі ежірейіп, мені есікке қарай сүйрелей бастады. Ас үйде отыра тұрайыншы, дымымды шығармаймын дедім жалынышты түріммен. Әпкем менің білегімнен шап беріп ұстап кетші бар өсек тыңдамай деп сыртқы есіктен далаға бірақ шығарды. Қарсы алдымдағы есік тарс жабылса, әлденеше уақыт жабық есік сыртынан тыңдамақ болдым. Бірақ онымен түк шықпады. Осы кезде мен 14 жастың соншалық қиын да күрделі, ал кейде ең ақымақ жас екенін түсіндім. 14 жаста мен өзімді ересек, әрі ақыл есім толысқан адам ретінде сезінсем де, менің 14 жастағы ойыммен ешкім санаспайтынын, менің ақылымның үлкендерге керек емес екендігін түсініп ызам келді. Сөйте тұра ешкім мені бәз баяғыша бала деп те есептемейтін. 14 жас үлкендердің кейбір әңгімесін тыңдауға, ерлі зайыптылардың өмірін араластыруға, әрі бірден соң көмектесіп бірігуге, ақыл айтуға соншалық қолапайсыз жас болса да, мен әпкем мен жездемнің шешіміне қарсыласып бақтым. Осыларды да үлкен адам дейді-ау, әйтпесе андағы қылықтары қалай ұғуға болады? Билейді ғой, өздерінше тағы да ажырасамыз дейді. Екеуі де жарымес, екеуі де ноқай. Осыларға баланың не керегі бар? Өздері де бала секілді. Жаңағы кісілер кімдер? Жұмыстағы менің бухгалтерім, қасындағы күйеуі. Олар не дейді? Не деуші еді? Ажыраспаңдар деп ақыл айтып кепті. Екеуі де біраз жылдан кейін сәби сүйген, қазір ұлы студент. Әпкемнің жүзін мұң торлап дүниеге мағынасыз қарап отыр. Бір сәтте менің сұңғақ бойлы сұлу әпкем әбден шөгіп кішірейіп, бірнеше жылға есейіп кеткендей көрінді. Кекілі көзіне түсіп, жағын таянып шай қасықпен ыдыстағы қоймалжың қаймақты араластыра берді. Жездем қайда кетті? Білмеймін. Түннің жарымында мен әпкемнің жылаған даусынан ояндым. Жездем екеуі ұрысып жатыр екен. Әпкем жатын бөлмесінен шығып ас үйдің жарығын жақты. Қолдары дірілдей дәрі ішті. Соңынан шашып төгіп, шашалып отырып су ішті. Қыстығып тағы жылады. Мен залдың
қиялай ашылған есігінен ас үйдегі әпкеме сығалай қараймын. Әпкем жылаған сайын менің де жанарыма жас айналды. Қасына жездем келді. Ол әпкемнің жанарын қадап ұзақ қарады. Көзіндегі жасын сүртті. Шашынан сипады, ерінен сүйді. Құшақтары айқасып бір адамға айналып ұзақ тұрды. Бірақ үндемеді. Екеуі де үндемеді. Әлде екеуі әлдене деп сыбырласты. Ас үйдің де жатын бөлменің де жарығы сөнгенде мен өзімнің залдың бір бұрышында жылап отырғанымды көрдім. Неге жылайтынымды өзім де білмеймін. Әпкем мен жездемді аядым ба, әлде күндізгі үйрек деген сөзі есіме түсті ме, әлде көршінің баласы Ердосты енді қайтып келмейтінін ойладым ба? Өксік ата жыладым. Жылап ұйықтап қалдым. Таң ата әпкем мені ауылдың автобусына отырғызып жіберді. Автобуста менің ызамды келтіріп, Катя Лельдің «Так и бит, не смогу без тебя жить» деген әні шырқала берді. Бірақ бұл жолы менің көзімнен жас шықпады.